Армысыздар ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен научный тұрғын үй кешеніне кішігірім шолу жасаймыз. Дәл қазіргі таңда бұл тұрғын үй кешенінде сатылымда пәтерлер бар. Bir жақсы жері пәтерлердің бәрі таза әрлеуде беріледі. Қазір барып пәтерлердің ішін қарап шығамыз. Сондықтан жақсылап көңіл салып, назар аударып отырыңыздар. Мында научный тұрғын үй кешені, міне. Научный тұрғын үй кешені жалпы Тұран даңғылының бойында орналасқан. Мынау үйді көріп тұрсыздар ғой, ол ЖК Олимпийский. Міне Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешені тұр ғой, міне тура соған напротив тұрған үй. Міне научный деген осы тұрғын үй кешені, қымбатты достар. Яғни мынау Тұран даңғылының бойы ана жерде хан шатыр тұр. Енді осы жерде 9-шы кіреберіске кіресіңдер, 9-шы подъездға, 5-ші этажда, яғни сату бөлімі орналасқан. Bir жақсы жері пәтерлерін таза әрлеуде береді екен. Мінекей достар, мынау научный тұрғын үй кешенінің балалар ойын алаңы. Міне үйдің жалпы сыртқы келбеті осындай. Достар, ескере кететін жайт, научный тұрғын үй кешенінің сату бөлімі 9-шы кіреберістің 5-ші қабатында орналасқан. Мынау тұрғын үй кешенінің сыртқы келбеті. Достар, әр үйде 2 лифттан орналасқан. Ағайын, научный тұрғын үй кешенінің 4 бөлмелі пәтерін қазір сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Мінекей, мынау бізде кіреберіс. Өздеріңіз байқап отырғандай кіреберіс. Үй таза әрленуде. Оң жақта зат қоймасы, немесе өзіңіз гардероб жасап алсаңыз болады. Мінекей, көріп тұрсыздар. Келесі бөлмелердің бәрін тамашалайық. Мынау бізде яғни ас бөлмесі. Ас бөлмесінің жерінде кафель орнатылған. Мінекей, толықтай таза әрленген. Электр құрылғыларын бәрі жүргізілген. Жылыту батареялары орнатылған. Мынау бізде балкон. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ас бөлмесінен тікелей балконға шығу мүмкіншілік қарастырылған. Енді мынау бізде үлкен қонақ күтетін бөлме. Мынау бізде үлкен қонақ күтетін бөлме. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, жерінде ламинат, есіктері орнатылып дайын тұр. Әрмен қарай мынау бізде жуынатын бөлме. Мінекей достар, кафель бәрі орнатылып, яғни жарық шамдары, жуынатын бәрі дайын, яғни сіздерді сатып алушыларды күтіп тұр. Міне бағана біз атап өткендей мынау кіреберіс, мынау 2-ші, яғни дәретхана. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Электр құрылғылары бәрі орнатылып тұр. Мынау жатын бөлмелердің бірі. Енді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай белгілеп аласыздар. Міне жерінде ламинат, есіктердің бәрі орнатылып тұр. Келесі бөлме, келесі жатын бөлмесі. Міне достар, одан кейін айта кетер жайт, мына қабырғалардың биіктігі 3 метр. Электр құрылғыларын бәрі жүргізіліп тұр. Өздеріңіз люстра қойып аласыздар ма? Оның бәрі жалпы өздеріңіздің таңдауларыңызда. Мінекей, мынау бізде тағы да бір, яғни балкон десек болады. Мына жерде қараңыздар, қаншама үйлер қазіргі таңда соғылып отыр. Міне, мынау әрмен қарай жүреміз. Қазір тағы да бір жатын бөлмесін сіздерге көрсететін боламын. Мынау бізде міне 4-ші бөлмеміз. Бұл бөлмеден де, яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, 2 бөлмелінің балконы жалғасып кеткен. Міне балкон. Одан кейін әрмен қарай бұяқта да өздерінің арнайы жуыну бөлмесі бар. Байқадыңыздар ма? Қандай керемет, е? Міне есік орнатылған, жерінде ламинат, домофон орнатылып тұр. Арнайы барлық автоматтардың бәрі қосылып тұр. Мінекей, қымбат достар. Сол жалпы қазір біз сіздермен тамашалаған үй научный тұрғын үй кешенінің 4 бөлмелі пәтері. Бағаларын астына, яғни жаза кететін боламыз. Барып өзге бөлмелерін тамашалайық, қандай квартиралар бар екен. Научный тұрғын үй кешенінің 3 бөлмелі пәтеріне қош келдіңіздер ағайын. Мынау бізде кіреберіс, мынау автоматтар орнаулы, электр құрылғылары орнаулы, жер ламинат, қабырғасы 3 метр. Кіреберістен солға қарай жүрсеңіздер, яғни дәретхана орналасқан. Әрмен қарай жүретін болсақ, егер солға қарай кететін болсақ, бізде асхана. Мінекей, мынау бізде ас бөлмесі, жылыту батареялары, ас бөлмесінен балкон. Әрмен қарай барамыз. Ас бөлмесінен сол қарай бұрылсақ, бірден бізде дәу бөлме.
яғни қонақ күтетін, дос жаран ағайынды күтетін үлкен бөлменің бірі. Әрмен қарай жүретін болсақ, міне тікесінен өтетін болсақ та үлкен бір бөлмелердің бірі. Бұл бөлмеден де яғни балконға шығу мүмкіншілігі қарастырылған екен. Көрдіңіздер ме? Әрмен қарай барамыз. Жылыту батареяларын байқадыңыздар, есікті көріп тұрсыздар, орнатылып тұрған. Әрмен қарай бізде жуынатын бөлме, мінекей бәрі орнатылып, өзінің егесін күтіп тұр. Мынау келесі бір бөлме. Бұл бөлмеден де балконға шығу мүмкіншілігі қарастырылған. Бір қызығы, яғни научный тұрғын үй кешенінде көріп тұрсыздар мына жерден, яғни келесі бөлмеге бару мүмкіншілігі бар екен. Жалпы осы, мінекей, біз сіздермен қазір 3 бөлмелі пәтерді тамашаладық. 2 бөлмені тамашалаймыз қазір. Жүріңіздер, кеттік. Тұрғын үй кешені 2 бөлмелі пәтер. Мынау бізде мінекей кіреберіс, электр автоматтары орнатылған. Жерінде ламинат, жалпы енді өздеріңіз біліп қалдыңыздар. Бағанақ 4 бөлме, 3 бөлмеліден оң қарай жүрсек бізде ас бөлмесі орнатылған. Ас бөлмесінен балконға шығу мүмкіншілік қарастырылған. Балкон дәл осы, яғни үйде тура балалар ойын алаңына қарайды екен. Әрмен қарай, мынау бізде дәретхана. Мынау бізде үлкен қонақ күтетін бөлме. Мынау бізде жуыну бөлмесі. Мынау бізде жатын бөлме деп атасаға. Яғни жатын бөлмесінде балконға шығу мүмкіншілігі қарастырылған. Дәл сіздер қазір ғана тамашалаған научный тұрғын үй кешенінің пәтерлері болатын. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Ал достар, жақсы, сау болыңыздар. Сатылымда тек қана 2, 3, 4 бөлмелі пәтерлер бар. Шаршы метріне бағасын мен осы астыға сату бөлім нөмірін жаза кетем. Сояқа хабарласып білсеңіздер болады. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.